Баршаңызға сәлем. Сіздерді өз каналымда қайта көргеніме өте қуаныштымын. Біздің бүгінгі өтетін тақырып Present Continuous. Қазақша аудармасы нақ осы шақ деп аударылады. Яғни дәл қазір болып жатқан іс-әрекеттерді білдіреді. Біз бұл тақырып арқылы не істеп жатырсың деген сұраққа жауап беріп үйренеміз. Сонымен бірнеше жауап беріп көрейік. Мен отырмын, сен ән айтып жатырсың, олар билеп жатыр, ол қыз ойнап жатыр. Байқап тұрсаңыздар, дәл қазір болып жатқан іс-әрекеттер туралы айтылып тұр. Енді бұл сөздерді ағылшын тілінде қалай айтамыз? Ол үшін алдымен есімдіктерімізді жазып алайық. Енді present continuous-тің формуласын жалғаймыз. Біз есімдіктерге to be көмекші етістіктерін жалғаймыз. Яғни am, is, are және plus verb ing. Verb дегеніміз бізде етістік, яғни етістікке ing жалғаймыз. Сонымен мысал келтірейік. Reading a book. Жалпы бұл read a book деген сөзден шыққан. Яғни read сөзіне етістікке, оқу деген етістікке ing жалғаймыз. Сонда бізде reading шығады. A book бұл кітап деген сөз. Сонымен мен кітап оқып жатырмын деп айту үшін I'm reading a book деп айтамыз. Сен кітап оқып жатырсың деп айту үшін You are reading a book деп айтамыз. Тағы бір мысал алайық. Cleaning a home немесе cleaning a house. Жалпы бізде етістіктің түбірі clean деген сөз. Clean деген бізде тазалау, жинау деп аударылады. Сонда ing жалға біз нақ осы шаққа айналдырамыз. Біз үй жинап жатырмыз деп айту үшін We are cleaning a home деп айтамыз. Олар үй жинап жатыр, They are cleaning a home. Дәл осы реттілікпен біз болымды сөйлем жасаймыз. Present continuous-тың өзіне тән сөздері бар, яғни олар now және at the moment. Now дегеніміз қазір деген сөз, ал at the moment бұл да дәл қазір деген сөзді білдіреді. Мысалы, ол бала қазір кітап оқып жатыр деп айтатын болсақ, He is reading a book now деп айтамыз. Ол қыз дәл қазір үй жинап жатыр деп айту үшін She is cleaning a home at the moment деп айтсақ болады. Осымен болымды сөйлемнің қалай жасалатынын білдік. Енді болымсыз сөйлемге көшейік. Ол үшін біз to be, яғни көмекші етістіктерден соң not жалғаймыз. Сонда мен кітап оқып жатқан жоқпын деп айту үшін I am not reading a book. Сен кітап оқып жатқан жоқсың, You are not reading a book. Біз кітап оқып жатқан жоқпыз, We are not reading a book. Олар кітап оқып жатқан жоқ, They aren't reading a book. Дәл осылай not жалғау арқылы біз болымсыз сөйлем жасаймыз. Енді сұраулы сөйлемді қалай жасаймыз? Мысалы, сен үй жинап жатсың ба? Мен кітап оқып жатырмын ба? Ол қыз билеп жатыр ма деп сұрау үшін біз қалай ағылшынша сөйлем құраймыз? Ол үшін біз to be көмекші етістігін сөйлемнің алдына шығарамыз. Сонда сен кітап оқып жатырсың ба деп сұрау үшін Are you reading a book? Біз үй жинап жатырмыз ба деп сұрау үшін Are we cleaning a home? Ол бала қазір билеп жатыр ма деп сұрау үшін Is he dancing now? Ол қыз дәл қазір кітап оқып жатыр ма деп сұрау үшін Is she reading a book at the moment? Дәл осылай біз сұраулы сөйлемді жасаймыз. Енді бірден болымды, болымсыз сұраулы сөйлемдерді жасап көрейік. Мен ойнап жатырмын. Сен кітап оқып жатқан жоқсың. Ол бала билеп жатыр ма? Сонымен мен ойнап жатырмын. I'm playing. Сен кітап оқып жатқан жоқсың. You are not reading a book. Ол бала билеп жатыр ма? Is he dancing? Дәл осылай біз болымды, болымсыз және сұраулы сөйлемдерді жасаймыз. Сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер сабақ сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналға тіркелмеген болсаңыз, каналға тіркелуге кеңес беремін. Келесі сабақта кездескенше, goodbye!